Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Бүгін біз сіздерге 3 жасар қызды зорлаған еркек жайлы айтатын боламыз. Еркек емес, біз. Диана Тәңірқызы әлеуметтік желіде парақшасында Есік қаласында зорланған сәбидің жағдайы туралы хабарлайды. Анықталғандай қыз тіпті 4-ке де толмаған 3 жаста болған. Баланың қазіргі жағдайы туралы ақпарат ол жатқан ауруханада жасырын деректер көздерін айтқан. Сәбидің жағдайы өте ауыр, дәрігерлерге жеткізілген сәтте оның құтқарып қалу мүмкін тым аз болған. Бөлмедегі бүкіл дәрігерлер жылады. Бала шұғыл түрде облыстық ауруханаға жеткізілген. Ол жақта дәрігерлер өлім аузында жатқан қызды ерлікпен аман қалды. Сәби қазір анасымен бірге палатаға шығарылды. Дәрігерлерге көп рахмет деп жазды құқық қорғаушылар. Еске салайық, сұмдық оқиға 12 қыркүйекте болған еді. Полиция департаментінің өкілдері 43 жастағы ер адамдың қызды зорлағанын растады. Бұған дейін қыз 4 жаста деп хабарланған болатын. Ер адам бірнеше күннен бері баланың отбасында қонақ болып жатқан екен.